Кімде-кім намаз оқығаннан кейін 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар десе, және 100-сүнде ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтатын болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі дейді. Сол үшін 5 уақыт намаздан кейін осы тасбихты айту өте жақсы амал. Кімде-кім намаз оқығаннан кейін 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар десе, және 100-сүнде ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтатын болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі дейді. Сол үшін 5 уақыт намаздан кейін осы тасбихты айту өте жақсы амал. Кімде-кім намаз оқығаннан кейін 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар десе, және 100-сүнде ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтатын болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі дейді. Сол үшін 5 уақыт намаздан кейін осы тасбихты айту өте жақсы амал.